Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Мен салат жасаймын». Бүгінгі сабақта мұғалімнің қолдауымен тыңдаған материалдың кім, не туралы екенін түсінесің. Жиі қолданылатын сөздерді тұтас оқисың. Жаңа сөздерге назар аударайық. Дайын, дәмді. Бірінші тапсырма. Тыңда, оқы, үлгі бойынша сөйлес. Қияр, орамжапырақ, қызанақ, пияз, сәбіз, картоп. Сен не жасайсың? Мен салат жасаймын. Маған сәбіз және орамжапырақ керек. Мен салат жеймін. Екінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Саған не керек? Оқушылар, берілген суретті пайдаланып, сұраққа жауап берейік. Іске сәт. Сұраққа қалай жауап бердік? Өз жауаптарыңды біз ұсынған жауап үлгісімен салыстырып көріңдер. Саған не керек? Маған пияз, қызанақ, сәбіз, картоп, орамжапырақ, қияр керек. Саған не керек? Маған алмұрт, алма, жүзім, өрік керек. Оқушылар, сендердің де жауаптарың сәтті шықты деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Тыңда, оқы, үлгі бойынша сөйлес. Сен не жасайсың? Мен салат жасаймын. Саған не керек? Маған сәбіз және орамжапырақ керек. Салат дайын ба? Иә, міне дайын. Қандай дәмді! Төртінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Өз ойыңды айт. Сұрақтарға назар аударайық. Сен не жасайсың? Саған не керек? Оқушылар, ойланайық. Сұрақтардың жауабын бірге тексерейік. Сен не жасайсың? Мен салат жасаймын. Саған не керек? Маған сәбіз және орамжапырақ керек. Оқушылар, сендердің де жауаптарың дұрыс шықты деген ойдамын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта не үйрендік? Мұғалімнің қолдауымен тыңдаған материалдың кім, не туралы екенін түсіндің. Жиі қолданылатын сөздерді тұтас оқыдың. Енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйде екінші жұмыс дәптерінің 24-ші бетіндегі бірінші, екінші, үшінші, төртінші тапсырманы жазбаша орындаймыз. Жаңа сөздерді жаттаймыз. Оқушылар, сабақ аяқталды, сау болыңдар.